Армысыздар қадірлі көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Қазір көретіндеріңіз. Маңғыстауда рұқсат етілмеген жерге шомылған 5 бала суға кетіп, біреуі қаза тапты. Аман қалған 4-еуінің жағдайы қалай? Ата-аналары мен сынып жетекшісі жауапқа тартыла ма? Астанадағы банк бөлімшесіне қарумен кіріп бірнеше азаматты кепілдікке алған адамның талабы не болды? Тұтқындалған азаматтар аман ба? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан білеміз. Автокөліктерді жалған құжаттармен тіркеген қылмыстық топ ұсталды. Қылмыскерлер құйтырғы әрекетін қалай жүзеге асырған? Мемлекетке келген шығын көлемі қанша? Әділетті Қазақстанда адал азаматтар құрат. Түркістанда ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысы өтті. Алқалы жиында қандай маңызды мәселелер айтылды? Мен Камжат Мұхамеджан, сәлден соң айтамын. Алматыда 6 жастағы баланың өліміне себепші болған оқыту орталығы қазір жұмысын тоқтатқан. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша тергеу жұмыстары басталып кетіпті. Оқиғаның мән-жайы туралы сәлден соң мен ұлағат арғын толығырақ айтамын. Маңғыстауда рұқсат етілмеген жерге шомылған 5 бала суға кетіп, біреуі қаза тапты. 4-еуі қазір ауруханада жатыр. Алайда олармен бірге сынып жетекшісі де, ата-аналар да барған. Ешкімге ескертпей оқушыларды Каспийге алып барғандар енді заң алдында жауапқа тартылмақ. Толығырақ өңірдегі әріптесім тарқатып айтады. Қайғылы жағдай кеше Ақтау қаласынан 64 шақырым жердегі Каспий теңізінің жағасында болған. Жағалауға 5 оқушының 3-еуі өз күштерімен шыққан, ал қалған 2-еуін жақын жердегі демалушылар құтқарған. Бірақ 15 жасар жасөспірім жедел жәрдем көлігінде жүріп кеткен. 2008 жылы туған қыз ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатыр, ал 3-еуінің жағдайы орташа ауырлықта. Қазір облыстық аурухананың травматология бөлімінде ем-дом қабылдауда. Барлығы да Мұнайлы ауданының оқушылары. Бір сыныпта 24 оқушы білім алады, соның 3-еуі бармай қалады, 21 оқушы барады. Мектеп әкімшілігіне, не білім бөліміне, не басқармаға ешқандай хабарланбаған. Ата-аналар өздері жасырын ұйымдастырған. Ал осыған бірге ілесіп барған сынып жетекшісі. Сынып жетекшісімен де өзім жеке сөйлестім. Сынып жетекшісіне қатысты қатаң шара қолданамыз. Мектептің түгел сыныбы теңіз жағалауына баруды өз еркімен ұйымдастырғаны белгілі болды. Алайда мұғалім мен ата-аналар мұндай жиындарды ұйымдастыруға болмайтынын біле тұра еріп барған, бірақ жауапты органдарға хабарламаған көрінеді. Қарапайым судағы ережелерді сақтамай суға түсіп жатқан азаматтар өте көп. Біз түсінеміз, енді су ауа температурасы көтеріліп, енді кім болса да жаңа суда барып салқындауын қалай дегенменен суда қауіп өте көп. Қазіргі таңда жалпы халықтың арасында енді бір ұғым пайда болып отыр. Теңіз тартылды, яғни тайыздады деген. Ол олай емес, теңіз тартылғанменен су терең жерге жиналады. Яғни бұл жерде қауіп бар деген сөз. Айта кетейік, осыдан 2 күн бұрын Шора су арнасына 23 жастағы жігіт суға кеткен деген ақпар бар. Оны сүңгуірлер 3 күннен бері іздестіріп жатыр. Айта кетейік, облыста суға түсуге тыйым салынған 8 аймақ белгіленді. Оның қатарында Голубая бухта да, Шора да бар. Жазира Қуанышбекқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Астанадағы банк бөлімшесінің қызметкерлерін кепілге алған күдікті 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Демалыс күні елорданың бүкіл полицейлері мен тұрғындарын тік тұрғызып шулатқан Әлихан Мұрадов қазір қамауда отыр. 7 адамды тұтқынға алып, біреуінің мойнына қару кезеген басқыншы жақындарының қарызын кешіруді талап еткен. Толығырақ бейнематериалда. 18 маусым жексенбі. Нұрлан Кернебаев еш алаңсыз банк бөлімшесіне келіп ақша айырбастамақшы болыпты. Кассадағы қызметкерлерге қаражатын беріп, жеке куәлігін көрсететін кезде күдікті банк маманына бас салды дейді куәгер. Ақша алып атқан кезде, беретін кезде жаңа кіріп шу шығып кетті ғой, шу. Бір қарасам ана қызды ұстап алып пистолетін. Жабыңдар деп охранаға неғып атады, айқайлап атады. Сонымен сол жерде қалып кеттім. Кассадағылар ішке кіріп кетті.
Осы кезде ғимараттағы күзетшілер Нұрбол Кернебаевты сыртқа шығарып жіберген екен. Оқиға орнына полицейлер келе бастады, арнайы жасақ мамандары мен жедел жәрдем қызметкерлері де жетті. Маңайда арнайы лентамен қоршап, тұрғындарды жақындатпады. Банк бөлімшесі орналасқан тұрғын үйдің адамдарын да қауіпсіз жерге эвакуациялады. Сөйтіп, басқыншымен келіссөз басталды. Осы кезден бастап күдіктінің аты Әлихан екені тарайды. Ол 7 банк қызметкерін кепілдікке алған. Басқыншы белгілі бір шоттарға ақша аударуды, жақындарына көмектесуді талап етіпті. Банк қызметкерлерін кепілдікке алған азаматпен келіссөз 1,5 сағаттан аса уақыт жүргізілді. Ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың айтуынша келіссөздің нәтиже болмаған соң күш қолдануға тура келген. Енді көп қойып отқан талаптары заңсыз, сондықтан осындай мынау күш қолдануды жөн көрдік. Жан-жақты қарап, ең бірінші ешқандай біздің азаматшыларға қауіп төндірмейтін жағдай жасап, сосын жаңағы шабуыл жасап босаттық. Арнайы жасақтың операциясынан кейін кепілде болған 7 қызметкер босатылды. Оларға физикалық тұрғыда зақым келмеген екен. Психолог мамандар қыздармен жұмыс істеп жатыр. Ал банк бөлімшесіне қарумен басып кіріп, мамандарды тұтқындап алған Әлихан Мұрадов 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Удеев, Алматы телеарнасы, Астана. Жақында ғана ашылған үлкен Алматы айналма жолы маңында жантүршігерлік жол апаты болып 3 адам қаза тапты. Қайғылы жағдай кеше таңертең орын алған. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше, Kia автокөлігін тізгіндеген 29 жастағы жүргізуші Алматы Көкпек-Көктал тас жолында рөлді игере алмай, үлкен Алматы айналма жолын апаратын торапқа шыққан сәтте 51 жастағы ер адамды қаққан. Артынша жол бойында тұрған ЗИЛ көлігіне соғылыпты. Салдарынан жаяу жүргінші мен Kia машинасының 42 жастағы жолаушысы апат орнында көз жұмған. Ал жеңіл көлік жүргізушісі ауруханада есін жимастан жан тапсырыпты. Жол апатына қатысты тергеу жүріп жатыр. Автокөліктерді жалған құжаттармен тіркеген қылмыстық топ ұсталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Олар Ақмола облысында өткен жылдың ақпан айынан биыл сәуірге дейін 62 жүк көлігін қазақстандық есепке қойған. Алдын ала деректер бойынша мемлекетке келтірілген шығын көлемі шамамен 500 миллион теңге. Мұны ұйымдасқан топ Алматыда да анықталып отыр. Күдіктілер Қазақстанға Оңтүстік Кореядан жеткізілген жеңіл автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқан. Оларда жасанды құжаттармен 250 автокөлікті тіркетіп үлгерген. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде тіркеуде тұрған көліктер Қазақстанда уақытша 5 жылға есепке қойылатын болды. Яғни одаққа мүше мемлекетке барып, машинасын есептен шығару мәселесі қиындық тудырған еді. Енді ондай темір тұлпарлар уақытша тіркеледі. Егер меншік иесі оны Қазақстанда қалдыратын болса, қай елден сатып алды, сол жаққа барып тіркеуден шығару керек. Бүгін Ішкі істер министрлігі шетел көліктерін заңдастыруға 11 күн қалғанын айтып, науқан ары қарай созылмайтынын жеткізді. Егер де сіздер өзіңіз электронды портал немесе халық банкі, Каспий банкі мобильді қосымшалары арқылы өтінім берген болсаңыз, 1 шілдеден кейінде сіздердің өтініштеріңіз әрі қарай қаралатын болады. Яғни тіркеу амалдарына аяқталғанға дейін сізге өтінім беріп үлгеру қажет. 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге әкелінген шетел көліктерін заңдастыру биыл қаңтардан бері жүріп жатыр. Осы уақытқа дейін 160 мың машина есепке қойылған екен. Легализация кезінде конструктор көліктердің мәселесі де оң шешімін тауып, 22 мамырдан бері оларда тіркеуге қойылып жатыр. Айта кетейін, мұндай машиналар қазақстандық нөмір алған соң онымен шетелге шыға алмайды және басқа адамның атына аударуға тыйым салынған. Өзге ақпарат. Әділетті Қазақстанды адал азаматтар құрады. Осылай деген президент Түркістанда құрылтайдың 2-ші отырысын өткізді. Маңызды жиында мемлекет басшысы елдік мұрат, ұлттық тұтастыққа қатысты бірнеше маңызды мәселелерге тоқталды. Қатарында ұлттың тарихи сана сезімін жаңғырту, басшылық құрамды жаңарту мен шекаралас аудандардың ахуалын жақсарту жайы де бар. 2 күнге созылған шараның маңыздыларын әріптесім Кәмшат Мұхамеджан тізіп шықты.
Киелі мекенге сапарын мемлекет басшысы тағзыммен бастады. Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етіп, Құран бағыштады. Тарихи нысанның келбетін сақтау жөнінде тапсырма берді. Мұнан соң ресми жиында президент сөз басын еліміздің жаңа бағыт бағдарымен бастады. Әділетті Қазақстанда адал азаматтар құрады деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сан саладағы адалдық басты орында тұрса, әділ қоғам орнайтынын жеткізді. Басшылық құрамды жаңарту жұмысы жалғасын табады. Мемлекет басшысы ретінде айтарым, министрлердің, әкімдердің және басқа да мемлекет қызметшілердің бойында негізгі екі қасиет болу керек. Бұл профессионализм, яғни нағыз маман болу және отаншылдық. Ал олардың президенттің жеке басына адалдығы мен үшін маңызды емес. Мемлекет басшысын мадақтаудан гөрі жұмысты адал атқарып, халықтың алдында абыройлы болу әлдеқайда маңызды. Жаңа әділетті Қазақстанды құру министрлер мен әкімдердің ғана міндеті емес деді президент. Бұл бүкіл қоғам алдындағы жауапкершілік екенін баса айтты. Ол үшін әр азаматтың сана сезімі жаңғыру қажеттігін жеткізді. Жеріміз шетелдіктерге сатылып жатыр деген ақпаратқа да тоқталды. Қазақтың бір қарыс жерінде, бір уыс топырағында бермейтіндігімізді, сақтайтындығымызды қадап айтты. Жұртты дүрліктіретін жалған ақпарат таратуды доғару керек. Біз бабалар аманатына әрдайым адал боламыз. Шетелдіктерге қазақтың бір қарыс жерінде, бір уыс топырағында бермейміз. Оны көздің қарашығындай сақтаймыз. Шекара маңындағы елді мекендердің ахуалы жеріміздің тұтастығына және еліміздің амандығына тікелей ықпал етеді. Шын мәнінде бұл стратегиялық маңызы бар мәселе. Рухани Астана төрінде мемлекеттік марапаттар жүйесінде өзгерту мәселесі айтылды. Президент орден медальдар терең мағыналы әрі ерекше болу керектігін атады. Мәртебелі марапаттарға көрнекі тұлғалардың есімін беру қажеттігін ұсынды. Еңбек күніне орай ең үздік мамандарды мемлекеттік деңгейде ұлықтау жөнінде тапсырма берді. Мәдениеттегі қолдау қажет етіп тұрған тағы бір мәселе қазақ киносының ахуалы. Ұлттық киноны қолдау қоры жылына 60 кино түсіреді екен. Пәленше миллиард бөлініп. Бірақ соның бірінде біз көрерменге жеткізе алмаймыз, көрсете алмаймыз. Демек, не деген сөз? Кинотеатр басқа жанрдағы киноларды алмайды. Егер кинотеатрға киномызды көрсете алмайтын болсақ, киноға ақша бөлудің қажеті жоқ. Елдікке қатысты бірқатар маңызды мәселелер осы алаңда кең талқыланды. Құрылтайға барлық облыстан түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген әр буын өкілі қатысты. Шара 2 күнге созылды, ал ұлттық құрылтайдың ендігі отырысы Атырау облысында өтеді. Камшат Мұхамеджан, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Құрылтайда талқыланған 8 мәселеде өзекті. Мәдениет, өнер, білім саласындағы қоғамның көкейінде жүрген мәселелерді көтерген алқалы жиын ел болашағы үшін маңызды. Зиялы қауым өкілдері осылай дейді. Тәрбие тал бесіктен деп сөзін бастаған Қазақстанның еңбек ері Аягүл Миразова ең алдымен өзі 50 жыл ғұмырын сарп еткен білім мен ғылымдағы олқылықтар түзелсе деген ниет білдірді. Біздің азаннан кешке дейін айтатынымыз осы балалардың білімі, оның тәрбиесі бұрын қандай еді, қазір қандай деп сол жайында айтамыз ғой. Міне ол кісі біздің ойымыздан дөп түсті. Жан жақты тоқталып, қазіргі білім мен тәрбиедегі олқылықтарды, соны қалпына келтіруге байланысты жұмыстар атқарылу керек екендігі жайында жан жақты айтылды. Тарихын ұмытқан ел жоғалған ұлтпен тең. Құрылтайда Қазақстан тарихының көптомдық жинағына қатысты да тапсырма берілген еді. Мемлекет басшысы бұл еңбек ұлттың тарихи сана сезімін жаңғыртуға, мемлекеттілігімізді нығайтуға зор үлес қосады деп сенім білдірді. Зиялы қауым өкілдері де мемлекет басшысының сөзін құптайды. Қазақстан тарихының көптомдығын жасау мәселесі. Соны президент сол ұсынысты айтты, және ол қоғамда кең талқылануы керек деді. Меніңше президенттің бұл ұсынысын қолдау керек, және мейлінше тарих кең жазылу керек, терең жазылу керек. Енді субсидия тек суды үнемдейтін шаруаларға беріледі. Елімізде қазір суармалы су тапшы болып тұр. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев хабарлады. Ақпарынша ысырапшылдыққа жол бермеу мақсатында егістік алқаптарында тіршілік нәрін үнемдеу технологиялары қолданысқа енгізілген. Мұндай жерлердің көлемі бүгінде 21 мың гектардан асады. Көрсеткішті биыл 300 мың гектарға дейін жеткізу көзделген.
Айта кету керек, суармалы судың жетіспеушілігі проблемасы проблемалық мәселе болып отыр. Сонымен қатар суды ысырап етуге жол бермеуіміз керек. Фермер үшін шешім су үнемдейтін технологиялардың енгізу болып керек. Егер мұндай технологияларды енгізетін фермер үшін оң шешім инвестициялық субсидиялаудың жоғарылауы болса, онда теріс шешімі суға жұмсалатын шығындар артады. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматыда 6 жастағы баланың өліміне себепші болған оқыту орталығы қазір жұмысын тоқтатқан. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша тергеу жұмыстары басталып кетіпті. Оқиғаның мән-жайы туралы сәлден соң мен ұлағат арғын толығырақ айтам. Маңғыстауда жалған дипломмен жұмыс істеген 8 мұғалім анықталды. Заңсыз құжатпен білім берген мамандар қандай жауапқа тартылады? Көшеге шығуға болмайды. Астана іргесінде 15 гектар қураған ағаш өртеніп, елорда қара түтінге оранды. Қызыл жалын қашан тұтанды? Зардап шеккендер бар ма? Жаңалықтарды жалғастырамыз. Еліміздегі жекеменшік оқыту орталықтарының жұмысына рұқсат қағаз алу үшін енді талаптар күшейтіледі. Бұл туралы балалар құқықтарын қорғау комитетінің мамандары хабарлады. Мұндай шешім Алматыда болған қайғылы жағдайдан кейін қабылданып отыр. Еске салай, қаладағы балаларды дамыту орталықтарының бірінде 6 жастағы бала жазатайым жағдайда көз жұмған еді. Куәгерлердің айтуынша, сабақ арасындағы үзіліс кезінде ойнап жүрген оның үстіне шкаф құлап, бала сол жерде тіл тартпай кеткен. Оқиға 16 маусым күні күндіз болған. Оқу орталығы қаладағы тұрғын үй кешендерінің бірінде төменгі қабатта орналасқан. Тұрғындар сол күні мұнда полиция мен жедел жәрдем көлігі келіп қарбалас болғаннан басқа ештеңе көрмедік деп отыр. Я видела только машины приехали. Мен тек полиция көлігінің тұрғанын байқадым. Бастапқыда ұрлық болған шығар деп ойладым. Бала өлімінің тіркелгенін кешкісін бірақ естідік. Орталық балаларды мектепке дейінгі дайындық жұмысымен сонымен қатар жапондық әдіс бойынша оқытатын көрінеді. Ата-аналар мұндағы білім беру сапасы да көңіл көншітпейді деп отыр. Удобно то, что с этого дома. Көпшілік мұнда ыңғайлы жерде орналасқан үшін ғана оқытады. Ата-аналардың балаларын қаланың әр бұрышына апаратын уақыты жоқ. Ал бұл үйдің төменгі қабатында тұр. Оқуға беретіндердің көпшілігі осы тұрғын үй кешенінде тұратындар. Бұл жағдай қоғам белсенділерінің де назарын әліккен. Олар оқыту орталықтары мен балабақшаларға бақылауда күшейту керектігін айтады. А сейчас вы просто можете взять, открыть ИП. Қазір кез келген адам өз алдына жеке кәсіпкер, салық басқармасына тіркеледі де орталық аша салады. Көпшілігінің балаларды оқытуға да рұқсат қағаздары жоқ. Мұндай жерлерге тексеру де аз, себебі қазір шағын және орта кәсіп иелеріне мораторий қойылғаны белгілі. Ашығын айтсақ, қазір еліміздегі жеке білім беру орталықтары білгендерін істеп отыр. Білім жүйесінде қадағалап жатқан ешкім жоқ. Бұл балаларды дамыту орталығы, алайда атауы ғана сондай, іс жүзінде олардың ойын дамытпақ түгілі ең бірінші міндет болған қауіпсіздігіне пысқырып та қарамағанға ұқсайды. Қазір қайғылы жағдай болған орын жабық тұр. Бостандық аудандық полиция басқармасы мөр басылған қағаз қойып кетіпті. Оқиғаға қатысты қазір қылмыстық іс қозғалған. Аталмыш дерек бойынша қазіргі таңда Бостандық аудандық полиция басқармасында қылмыстық кодексінің 141 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалды. Еліміздің оқу-ағарту министрлігі жанындағы комитет осы жағдайға қатысты комиссия құрылғанын хабарлады. Арнайы топ бірнеше ұсыныс дайындаған. Олардың арасында оқыту орталықтарына алдын ала ескертусіз барып тексеру және жұмыс істеуге рұқсат қағаз алу үшін талаптарды қатаңдату секілді бағыттар бар. Ал кешегі қайғылы жағдайдан кейін нақты кімнің жазаланатыны әзірге белгісіз. Ұлағат Арғын, Арсен Сандыбаев, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Маңғыстауда жалған дипломмен жұмыс істеген 8 мұғалім анықталды. Олардың 5-еуі Ақтаудағы колледждерде, ал 3-еуі Қарақия ауданында сабақ беріпті. Бүгінде олардың бәрі жұмыстан қуылған. Жалпы 3 педагогке қатысты сот үкімі шыққан. Кәсіптік білім беру ұйымында заңсыз құжатпен 2 жыл жұмыс істегені үшін бір маман қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 30 сағаттық қоғамдық жұмысқа жіберілді. Тергеу жұмыстары жүргізіледі, тергеумен анықталады. Жалпы біздер бүгінгі айтып отқан мәселе бұл жалған дипломды пайдалану. Жалған дипломды жасау қай жерден жасалды, ол бойынша осы қылмыстық істер шеңберінде құжаттар бөлектенеді, соған байланысты тергеу жұмыстары жүргізіледі, оған баға беріледі.
Ал қалғандарының ісі рақымшылық актісімен тоқтатылған. Колледж басшылары өздеріне келетін маманның дипломдарын тексере алмайтынын алға тартып отыр. Алайда бір факт бойынша тергеу жалғасып жатыр екен. Айта кетейік, облыста өткен жылыда дәл осындай заңсыздықтар тіркелген. Ол кезде 14 ұстаздың құжаты жалған екені анықталған еді. Біз енді келген жас маман болсын, мұғалім болсын, оның дипломын тексере алмаймыз. Бізге де келіп бірнеше мұғалімдердің дипломын алып кетті, тексереміз деп. Бірақ оның қорытындысы туралы әлі ешқандай бізге мәлімет берілген жоқ. Жалғастырамыз. Шымкентте мысықтар мен иттер жаппай қырылып жатыр. 4 аяқтыларға арналған мекемеден 50-ге жуық жануардың өлексесі табылды. Сорақысы сол, олардың аяқ қолы жұлынып, ішек қарны ақтарылып қалған. Жантүршігерлік жағдайдың мән-жайын өңірдегі әріптесім тарқатып айтады. Бейне жазбадағы жантүршігерлік бұл көріністі этика талабына сай ашық көрсете алмаймыз. Десе де ит пен мысықтың аяқ қолы жұлынған видео бірнеше күннен бері желіні шарлап жұрттың жағасын ұстатты. Жағдай Шымкенттегі жануарларды уақытша ұстау мекемесінде болған. Еріктілердің сөзінше, олар аштықтан қырылған болуы мүмкін. Практически за 2 суток уже. 2 тәулік бойы су құймаған. Сол шөлдегеннен 40 мысық, 4 күшік өлген. Үлкен иттерді әлі санап үлгерген жоқпыз. Айтуларынша бәрі инфекциядан өлген, бәрі ауру болыпты. Болған жайтқа байланысты қазір қалалық әкімдіктен арнайы комиссия құрылып тексеру басталды. Мамандардың алдын ала болжамы бойынша жаппай өлімге ауру жануарларды бір жерге жинаған себеп болған. Ал кейбірінің жұлмаланып жату себебі әлі белгісіз. Ответственных сотрудников, которые Жауапты қызметкерлердің кейбірін осы жағдайдан кейін жұмыстан шығарып жібердік. Сондықтан қазір бұл жерге жануарларды жақсы көретін, мейіріммен қарайтын жаңа жұмысшыларды іздестіріп жатыр. Жантүршігерлік оқиға болған мекеменің 4 қызметкері жұмыстан кетіп, басшысы сөгіс алды. Енді іс прокуратураның бақылауында. Еңбекші аудандық полиция басқармасы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 316 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеуі басталды. Болған оқиғаның мән-жайы анықталуда. Үй жануарларының жаппай өлуінің себебі бір аптадан кейін ғана белгілі болмақ. Айта кетейік, қаңғыған ит мысықты бағып қағу үшін жергілікті бюджеттен 120 миллион теңге бөлінген. Назерке Күбасова, Елдар Жүнісқанов, Алматы телеарнасы, Шымкент. Ал Қарағандыда қатты жел балалар ойнап жүрген көгалды жұлып әкетті. Желмен бірге алысқа ұшып құлаған жеткіншектер шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мамандарының ақпарынша 2015 жылы туған баланың маңдай, бас және білек сүйектері сынған. Ал екінші жеткіншектің миы шайқалып, алдыңғы қабырғасы көгеріпті. Қала билігі оқыс оқиға болған ойын алаңы әлі пайдалануға берілмегендігін айтты. Бүгін Астананың маңында тұтанған өрттің түтіні бүкіл қалаға тарап жатыр. Елорданың іргесінде 15 гектар қураған ағаш жанған. Төтеншеліктер таңнан бері қызыл жалынмен арпалысуда. Бас қаладағы әріптесім Өмір Серікбекұлы тікелей эфирде жағдайды өзі айтып берсе, Өмір, кеш жарық, өрт қашан жанып бастады, ахуал қалай? Зардап шеккендер бар ма? Кеш жарық аяулым, бүгін елорда тұрғындары көк түтінге тұншыққан күн болды. Қаладағы Қорғалжың тас жолы мен Қосшыға қарай өтетін айналма жол арасындағы қураған ағаш пен шөп жанған болатын. Қызыл жалын шамамен 15 гектар аумақты шарпыған. Төтеншеліктер өртті ауыздықтау үшін кешке дейін жұмыс істеп жатыр. Тілсіз жаумен 158 маман және 40-қа жуық техника күресіп жатыр. Сонымен қатар 2 тікұшақта жұмылдырылған. Алғашында сары түтін Астананың аспанын жаулап алды. Содан кейін ол көк түтінге айналып, төмен қаланың ішіне қарай түсті. Өмір, жаңа түтінге тұншықтық дедің, сонда қаланы толықтай түтін басып қалған ба? Астананың аспаны ашылған сияқты ғой, е? Аяулым, енді өзің байқағандай қазір күннің көзі ашылған, дегенмен күндізгі 4-тер шамасында бір жарты сағатқа жуық қаланың ішінде ыстың иісі мүңкіп кетті. Тіпті дәл қасымызда орналасқан Бәйтерек монументі мен Ақорданың өзі көрінбей қалған болатын. Астананың іші енді шынымен де сұрланып кетті. Солай сұрланып бір 30-40 минут тұрған болатын. Содан кейін жел түтінді ұшырып әкетті.
Алайда ыстың иісі міне қазір әлі де сезіліп тұр. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы тұрғындарға далаға шықпауға, шыққан күннің өзінде маска тағуға кеңес берді. Сонымен қатар үйлердің терезесін жауып тастау керек деп хабар таратты. Төтенше жағдай департаменті осы өрттен зардап шеккендер туралы мәлімет берген жоқ. Айта кетейін, оқиға орнына жаңадан тағайындалған төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановтың өзі барған болатын. Қазір мамандар өртті әлі де өшіріп жатыр. Аяулым, мендегі бар ақпар осы, сөз өзіңде. Ақпарың үшін рахмет, Өмір. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан елордалық әріптесім Өмір Серікбекұлы болатын. Күннің қатты суы шетелде де елдің есін алып жатыр. Үндістанда бірнеше күннің ішінде аптап ыстықтан 100-ге жуық адам мерт болды. Халық көп шоғырланған Уттар-Прадеш және Бихар штаттарында ауа температурасы 45 градусқа дейін көтеріліп, салдарынан 96 адам көз жұмған. Жергілікті билік өкілдері қаза тапқандардың көбі 60-тан асқан және асқынған аурулары бар азаматтар екенін айтады. Одан бөлек 3 күннің ішінде 300-ге жуық тұрғын жергілікті ауруханаға келіп, жедел медициналық көмекке жүгініпті. Ал Канада орманында тұтанған өрт салдарынан ауаның ластану деңгейі 7 балға дейін жетті. Мамандар бұл өте қауіпті көрсеткіш деп дабыл қағуда. Қызыл жалын кесірі өзге елдер мен құрлыққа да зиянын тигізіп отыр. Метеорологтар ақштың солтүстік шығыс аймағын көк түтіннің тұмшалауы соңғы 20 жылда болмағанын айтады. Ел астанасы Вашингтондағы ауаның сапасы да қатты нашарлап кеткен. Еске салайық, бұл елде тілсіз жаудың тұтанғанына 7 аптадан асты. Маусым айында өрт таралмау керек еді, бірақ климат өзгерісімен құрғақшылық табиғи апат тудырып, жағдайды айрықша ушықтырып отыр деп есептейді сарапшылар. Барлық 10 провинцияны қуаңшылық жайлаған. Аптап ыстықтың беті қайтады. Синоптиктер Қазақстанның барлық өңірінде жаңбыр жауады деп хабарлап жатыр. Алдағы 3 күнде күн райы елде қалай болады? Бұл туралы тікелей байланыста Қазгидрометтің инженер-синоптигі Бақытжан Қанатұлы айтып берсе, Қанат мырза, кеш жарық. Алдағы жұмаға дейінгі күн райы қалай болмақ? Ыстық адамдарды мезі қылған сияқты ғой. Қайырлы кеш, студия. Алдағы күндері республикамыздың басым бөлігінде ауа райы жер бетіндегі терең циклонның және сол циклонмен байланысты атмосфера фронттарының әсерінен қалыптасатын болады. Сондықтан осыған байланысты еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай күтіліп жатыр. Республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстік шығысымыздың таулы аймақтарында қарқынды қатты жаңбыр жауып, бұршақ пен дауыл, желдің күшеюі еліміздің оңтүстік батысында желмен қоса шаңды дауылдар болады деп болжанып жатыр. Ал биіктіктегі циклонның жырасы түнгі уақытта еліміздің солтүстігінде, шығысында ауа температурасының төмендеуіне ықпал етеді. Солтүстікте 5-13 жылға дейін, шығыста 7-15 жылға дейін температура түсетін болады. Шағын ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, бізбен тікелей байланыста инженер-синоптик Бақытжан Қанатұлы болды. Біз жалғастырамыз. Танымал Би-2 тобының әншілері жеке концертінен тапқан табыстарын Абай облысындағы өрттен зардап шеккендерге береді. Бұл туралы өнер майталмандарының өздері мәлімдеді. Ол үшін музыканттар 21 маусым күні Семейде қайырымдылық кешін өткізбек. Ал демалыс күні танымал топ Алматыға келіп өнер көрсетті. Олардың шығармашылығын тыңдауға мыңдаған жанкүйер жиналды. Келушілерге симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен туындылар тарту етілді. Біздің турымыз басталған сәтте Абай облысындағы қайғылы жағдай туралы естідік. Алайда концертті тоқтатпау қажет деп шештік. Керісінше қайырымдылық кеш ұйымдастырып, жиналған қаражатта зардап шеккен отбасыларға көмектесу үшін арнайы қорға жібереміз деп ұйғардық. Біз қаза тапқандардың жақындары мен туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Концертте Би-2 тобының жеке репертуарындағы туындылары, хит әндері орындалды. Соның ішінде былтыр күзде шыққан жаңа Аллилуйя жазбасы да шырқалды. Аңызға айналған музыканттардың әнін тек қазақстандықтар ғана емес, шетелден келген қонақтар да сүйіп тыңдады. Би-2 это такой коллектив, который не принадлежит какой-то стране. Би-2 тобы белгілі бір мемлекеттің немесе бір ғана мәдениеттің өкілдері емес. Олар әлемге танымал, атаңызға айналған топ. Сондай-ақ көрермен қатарында жастарда, қариялар да бар. Бұл дегеніміз өнер майталмандарының туындылары жас талғамайды. Осындай керемет кештің Алматыда өтуі қала тарихындағы жарқын сәттердің бірі деп айтар едім.
Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмам, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.